Саламатсыңдар ма достар? Саламатсыңдар ма достар? Аяру, біз бүгін зерттеу жұмысын жасағалы жатырмыз, иә? Зерттеу жұмысына сәттілік. Иә, Аяру, біз алақанымызды ашып қарайықшы. Қолымызға бірдеңе көріне ма? Көрінбейді екен, иә? Көрінбейді себебі қолымыздағы микробтар көзге көрінбейді. Ендеше біз бүгін алақандағы микробтар жайында зерттеу жұмысын жүргізеді екенбіз. Бізге керек қағаз керек, сабын керек, майлық керек, асыбұрыс керек, және құрылғы керек. керек, Ең бастысы бізге не керек екен? Су керек екен. Тамаша. Ендеше біздің қолымыздан көрінбейтін микробты, суды, қағазды пайдаланып бақылап қарайық. Суға сала қой, қағазды суға батырамыз. Қатты батырамыз. Я, қазір біз бұл судағы, алақандағы микробтарды арнайы құрылғы арқылы бақылаймыз. Оған қолыңды сүрте қой. Енді қолымызға құрылғы алып, бақылай қой. Көзімізге не көрініп тұр? Қара дақ көрініп келе жатыр, иә? Бұл көзге көрінбейтін микробтар екен. Ал енді Аяру, бұл микробты қалай кетіруге болады? Бізге не керек екен? Сосын сабын, ендеше қолымыздағы жұмсақ губканы суға малып, оны сығып, сабыннан тамызып, көпіртіп, сүрте қой. Алақан микробтарын сабынмен, сумен кетіруге болады екен, иә, Аяру? Жарайсың. Артынан майлықпен сүртеміз. Тамаша. Енді алақанымыз қандай болды? Тап-таза болды екен. Аяру, тәжірибе ұнап жатыр ма? Енді тағы тәжірибе жүргізейік. Ал, енді Аяру, қарай қой. Біз не тамызып жатырмыз? Судың бетіне. Микроб тәрізді ұсақ, өте көзге көріну қиын бұрыштарды тамыздық, иә? Сеуіп шықтық. Енді осы ыдысқа құйылған сабынмен бақылау жасап көрейік. Саусақтың ұшын сабынға малып, енді көзге көрінбейтін микробтарды жоюға тырысамыз. Көрдің бе? Аяру, бізден микробтар неден қашады екен? Сабыннан қашады екен, иә? Тамаша. Түсіндік па? Иә, біз бүгін қолдағы көзге көрінбейтін нені байқадық? Микробты байқадық, иә? Микроб неден қашты? Сабыннан қашты. Ал біз микробты сабынмен және сумен тазалайды екенбіз. Иә? Саған тәжірибе ұнады ма? Ұнаса, ендеше тазалық, денсаулық кепілі деп бүгінгі зерттеу жұмысымызды аяқтаймыз.